Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Ой, жарайсыңдар балалар. Балалар, біздер қай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан. Қазақстанда тұрады екенбіз. Біз қай тілде сөйлейміз? Қазақ тіл. Қазақ тілінде сөйлейміз екен, иә? Ал бізде балалар, сендердің достарың, Айлиннің ұлты қандай екенін білесіңдер ме? Иә. Қандай ұлты? Кәріс екен, иә? Кәріс. Бірақ сендер бірге бөлінбейсіңдер, солай ма? Иә. Барлығың бірге ойнайсыңдар, достыңдар, солай ма? Иә. Балалар, бізде Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері тұрады екен балалар. Олардың өзінің салт дәстүрлері, өздерінің мәдениеттері бар, солай ма? Иә. Біздің балалар Қазақстанда ою-өрнектің 360-қа жуық түрі бар екен. Бүгін мен сендерді сол ою-өрнектің бірнеше түрімен таныстыратын боламын. Балалар, қараңдаршы, мінекей, сендерге міне бірнеше ою-өрнек дайындап қойдым, иә? Осы ою-өрнектермен бүгін біздер танысамыз. Бұл оюдың аты балалар гүл. Иә, бұл оюдың аты гүл екен. Ал мынау қандай ою деп ойлайсыңдар? Шиыршық. Шиыршық. Ал мынау қандай ою? Күн сәулелі ою екен, жарайсыңдар. Ал мынау қандай ою? Төрт құлақ. Ал мынау қандай ою? Ирек. Біздер балалар ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастамас бұрын секірмек арқылы ойын ойнап алайық, жарай ма? Иә. Кел, Айбын, келе ғой. Қорапшаны лақтырамыз. Қандай ою түсті Айбынға? Шиыршық ою екен, иә? Ал Айбын секіре ғой шиыршық оюына. Жарайсың, Айбын. Қандай ою түсті балалар? Гүл ою түскен екен, жарайсыңдар. Кел, секіре ғой. Ой, жарайсың, Айлин. Медина алалым. Мединаға қандай ою түсті? Гүл ою екен, жарайсың, Медина, секіре ғой. Ой, жарайсың. Балалар ойнағаны ма сендерге? Иә. Ендеше ойнамаса ары қарай ұйымдастырылған іс-әрекетімізді жалғастырайық, иә? Мына жерде сендерге арналған сурет бар, өздеріңнің орындарына барып отыра қойыңдар. Отырамыз. Орнымызға отырайық, балалар. Сендердің алдарында мінекей балалар. Әртүрлі жаңағы танысқан оюлардың суреттері тұр, солай ма? Осыны қазір мына бояумен қылқалам арқылы осы оюларды әртүрлі түске бояймыз. Ал балалар, бояп болып жатырмыз ба? Балалар, қылқаламымызды қояйық. Өте тамаша балалар, жақсы жұмыс жасаған екенсіңдер. Қылқаламымызды қоя қойыңдар. Қоя қойдың. Жарайсыздар. Енді балалар, бұл суретімізді көтерейік. Келесі бетін көрсетейікші. Балалар. Келесі бетін көрсетейікші, балалар, ұстаймыз. Біздер жаңағы танысқан оюларымыздың әдемі бейнесі шықты, солай ма? Айлиннің оюы бүгінгі балалар бізде ирек оюы, иә? Ирек. Ал Айбынның оюы шиыршық. Медина, сенің оюың аты қандай? Гүл оюы, жарайсың. Ал Сезім, сенің оюың? Күн сәулелі оюы екен, иә балалар? Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетте біздер не туралы өттік? Ою-өрнектер туралы өттік. Ал қандай оюлармен таныстық бүгін біздер? Қандай оюлармен таныстық? Күн сәулелі оюмен таныстық. Тағы да? Гүл, жарайсың, Сезім, гүл. Шиыршық, ирек. Сосын төрт құлақ. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекет сіздерге ұнады ма? Ендеше балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.